осындай кішкене дүниелер жиналып бір тау болады да. Сол тау білмеймін. Үстіңе құлағандай болып жағдай. Бірақ екеу мен жаңа әңгімені айтып отырды. Айгүлге бердім микрофон деген сияқты, сосын қолым бүйтіп жіберді деген сияқты. Мен негізі ондай сосын микрофонды сөйлейін деп жатқан екен да. Кім? Оразғали. Сосын сөйлеп болған соң, хорошо, маған бер деп спокойно мен оған айтқан болатынмын. Еще микрофон сұрайтын болса, Айгүлдің қасында еще Алишер де отқан болатын. Алишер де беретін еді ғой деген сияқты әңгіме ғой. И сол кезде микрофонды сен маған қарап тұрдың да, былай қарап тұрды. Бірақ беріп жатыр да, былай ше. Я же у тебя спросила деген сияқты әңгімені айттым да, ол Оразғалидің тарапынан. Енді сұр Алишер менің ренжігенімді көріп, Алишер өзінің микрофон беріп жатыр. Болмаса Алишер сол Айгүлдің қасында отырған болатын. Мен негізі менің таныстағы жігітім маған бетіме қарап, бежірейіп қарап тұрып, микрофонды маған емес басқа біреуге беріп жатыр, бірақ Алишер рахмет саған деп микрофонды беріп жатқан кезде Алишер сөйлеп жатқан. Содан кейін барып берді ол саған. Сөйлеп жатыр. Не үшін ренжіп микрофонға бола ренжіп тұрсың ба сонда маған дегенде, ол нәрсені қозғамай қойшы өтіп кеткеннен кейін деп тағы бір долданды. Жоқ, сен мен неге ренжіп тұрғанымды білесің ғой, оны обратно сұрап, зачем керек? Ханым енді менің артымда отты ғой екеуі, бірақ шынымен де сондай болды. Енді қыздар енді полемен өзін танысты болғаннан кейін, беріш дегеннен кейін Оразғали бетіне қарап тұрып, мына жаққа берженнен кейін сәл Гүлнұр біртүрлі ренжіп қалған түрі бар негізі. Мен содан кейін біртүрлі болып қалғанын көрдім да, мен өз микрофонымды Гүлнұрға бере салдым. Менен сен сөйлеп жатқан кезде сұрады ғой. Сол кезде Айгүлге сөз кезегін бұрды Болса ханым. Одан кейін мен Айгүлге микрофонды бердім. Сенің микрофоның Гүлнұрға айналып келді, дұрыс? Иә, Болса ханым, ол басқа бір адамдардың көзіне мелочь болып көрінуі мүмкін, бірақ сол мелочьтан басталады ғой, сол үлкен әңгімелердің бәрі. Мына жерде не көріп отырмыз? Жалпы әңгіменің бары жиналып кеп, Гүлнұрға уже міндет болған таныстық болды ғой мынау кімнің тарапынан, Ораздың тарапы. Міндетті екі кездесу жасайды, қанша бір ай, 2 аптадай шама болды, 2 жарым бәрі Гүлнұрдан да жамандау, тек қана мен жылулық ала алмадым. Міндет кәдімгідей біреуге керек сияқты таныстық бар ғой, біреуге андай мен как будто бір Гүлнұрды ешкім алмай кейін мен қалағанымды істей берем, өзім өмірімді сүре берем, Гүлнұр өзінің өмірін сүре берсін деген сияқты да. Мен Гүлнұрдан ешқандай бір не байқаған жоқпын, бір жану деген сияқты. Бір болады ғой, бір ғашық адамын кездестірген кезде адамда өзгерістер болады. Бірақ Гүлнұр сол баяғы Гүлнұр әлі солай да. Ол Ораз қазіргі әңгімелердің бәрі өте бір төмен әңгіме болып тұр да жігіт тарапынан. Садәулет, біз кездесіп жүрміз, мен уақыт тауып жүрмін, нормально, ол жағынан ештеңе жоқ. Және мен ол адамды түсіріп отырған жоқпын. Мен жай ғана болған нәрселерді айтып жатырмын, және бұл жерде бір ауыз сөз бар. Табиғаты бөлек, оның табиғаты менің табиғатыма келмейді, менің табиғатым оның табиғатына. Жаңағыдай, сен айтып жатсың ғой, қаратып алды, мен қаратқан жоқпын әлі, мен қаратып үлгерген де жоқпын нәрсе. Бұл қызды дұрыс па, Садәулет? Менің ойымша вообще істей алмаймын да оған ше, мында міндетсініп деген сияқты. Міндетсінетін адам да емеспін, өйтіп жақсылығым өтіп кеткен жоқ қой болған қарай менің. Ал бірақ одан басқа дүние бар ма, Гүлнұр? Басқа да дүниелер бар ғой, Болса ханым. Біз көп кездесе бермейміз. Вот, например, қаншама уақыт өтті да, бірақ соның өзіне 2 ғана кездесу болды, өзіңіз көріп отқандай. Уақыт бөліп жатырмын, внимание бөліп жатырмын. Қандай внимание бөліп жатырмын? Мен сенен күнде бір подарок сұрап жатқан жоқпын, гүл әкеп бер деп жатқан жоқ. Балдар негізі положениесіне ешқашан да кірмеу керек екен деп ойлаймын, негізі бар ғой, потому что өздеріне көп алып жібере ма деп ойлап қаламын. Жаңағы әңгімелерін көріп отырсыз ғой өзіңіз. Сізден даже менің қызымды мен сен қадамыңды бағалап, сол бағалағандықтан мен сен неге танысып көрмеске деп саған шанс беріп көрдім. Біремес қарап деп отырсыз ғой, ыңғайына қарап дейтіндей. Ораз айтты ма сізге, Гүлнұр, менде осындай мәселе деп қайта сізге бір айтты ма шаруаларын? Болған болатын, ондай моменттер болды. Мен кішкене Гүлнұрды түсінбей тұрмын да осы моментте. Негізінде былай ғой, ер азамат сенің қасында келе кетпей, мысқылдамай сыртынан, мысалы, Оразғали деген азан шақырып қойған аты бар да, бірақ сен Қоразғали деген сен ер азаматты кішкене наоборот сыйлап көтеріп жіберсең, ол сені жаңа Алматының ситуациясында да сені наоборот қорғайтын еді, саған көмектесетін еді. Сен жақтан да ешқандай уважение болып тұрған жоқ. Өзі Оразғали болған, мен бір іс-әрекеттің Қоразғали болып тұрсам. Мен енді өзім таңдап сөз салдым ғой, енді табиғатына үміттеніп былай. Енді мен күткен нәрсем мынау болса, енді білмеймін, менің азан шақырып әжем болған атымды мазақтайтындай сен. Кімсің вообще? Мен жаңа Қоразғали дегенде ойнап айтып жүрген шығар деп, бірақ бұлай айтып отырғаннан кейін енді мен вообще күткен жоқпын. Және менімен сөйлескен кезде, сен менімен сөйлесіп, бұлай екеуміз жүрген кезде, аузынан ақ ит кіріп көк ит шығып, мен оны сенің аузынан бірінші естіген, даже бірінші емес, бірнешесінші рет естіген кезде де көзім қандай, мына қысық көзім қалай ашылғанын сен білесің ғой, дұрыс па? Жоқпын, сен табиғатың мынандай болса, одан кейін сол боқтақ сөздеріңнен кейін, өзіңнің жүріс-тұрысыңнан кейін, әрекеттерінен кейін сен менің қасымда қыз емес, бір жолдас балам ба, бір братаным ба, біреу жүрген сияқты. Жоқ, сен сырайған көзің блефаропластика жасатсаң да ашылмайды, қазірде отырмыз ғой. Мен ондай жасатпаймын. Сол мен айтпай қояйын деп едім, жаңағы нәрселердің бәрінше өзі тілдің қытығына тиіп. Болса ханым, мынандай бір әңгіме бар ғой тоже.
В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражает даже достоинство дейді ғой. Айтады ғой, айтып отырады сүмсік, ана өткенде Бекзат айтып кетті ғой, салбырамай айтшы депті, салбырап отырмақ қойшы, маған өйтіп әңгімен керек емес. Эфир біткен соң сразу қызыл наушнигіңді мойныңа салбырап кетесің де қоясың. Қызда қылық болмаса, құр шырайдан не пайда? Қызбен 40 рет түнесем де болашағымды құрай алмайды екенмін. Мақал айтқаннан гөрі іс-әрекет жасамайсың ба, сүмірейіп, сүмсік. Не деген өшпенділік мынау, Гүлнұр? Аузыңызға ие болып сөйлейсіз. Не де Оразғалидың азан шақырып қойған атын мазақтағаныңыз үшін кешірім сұрайсыз. Шынымен де аузыңызға ақ ит кіріп көк ит шығып отыр, өзіңіз байқап отырсыз ба? Елдің алдында солай болып жасап отыр. Негізі бұл шынымен де мен негізі артық кеткен болар, бірақ бұл агрессия барлық кешелі бері маған осында жиналып қалған болатын. Мен өзімді контролировать ете алмай жатырмын. Негізі түрінде көргім келеді, маған смс жазған болатын. Кеше смс-ін де оқығым келген жоқ даже. Мен оң тарапымда отырып, бір қарап қалсам, ғырт деген дауыс шығады. Мен ойлағам ғой, сәбіз жеп жатыр ма деп қарасам. Оказывается, ол тырнағын кеміріп отыр екен да. Осы айтывасын деп жаңадан бері бөлмей отырмын, бәрі қандай адам екенін көрсін деп. Бірақ сұрақ қояйыншы. Саған менің қандай жамандығым өтті мен туралы бүйтіп айтатындай? Қазір отырмын ғой, мен жақта сен тарапқа қарағым да келмейді, сонда до такой степени, білмеймін, отталкивающий тип болып тұр менде қазір бар ғой. Ер азаматсың ғой, өткенде тоже негізі Айсұлу тараптан не болған болатын, красавица и чудовище балауса ханым, мен біреудің сырт кетбелтіне, түріне тиіп не істегім келмейді, бірақ сен ондай түрмен туылсаң да бірақ ухаживать ету, өзіңе қарау керексің ғой. Дұрыс қой, мына жақта қарап отырсақ, екі үндемегеннен қандай бәле шығады, вот осындай бәле шығады. Гүлнұр, сен негізі кеше мен саған қатты әңгіме айтқан жоқпын, сен Оразғали қорғап алатындай. Және де Гүлнұр, іріген ауыздан шіріген сауып отыр, хорошо? Сен еркектігіне сындағатын сен емессің. Ауыз менікі деп сөйлей беруіне қажет жоқ. Ана үстіңе бүгін киіп келген киімің сияқты тіліңді де ұзартпай ақ қой, хорошо? Я қайырлы күн балауса ханым, негізі жаңағы жерде айтып жатыр ғой, красавица и чудовище деген енді Айсұлудың мысалын айтып жатыр. Сырт келбетінің әдемі болғаны маңызды емес, Гүлнұр. Аз емес, сенің түрің қанша жерден әдемі болғанмен, қасыңдағы ер азаматты сен жерге түсіріп, бездіріп отырсың да оны. Мен жаңағы көзің сықсый, басқа деген кемсітулердің барлығына жарайды, ол білмеймін, может ашуланып отырған шығар. Бірақ мен жаңағы жерде ана әңгіме бар ғой, сен атаңа нәлет деген сөз айтылған ғой енді бұның тарапынан. И ол өмірдегі ең ауыр сөзді, Гүлнұр, ешкім зорлап Оразғалимен таныс деген жоқ. Ол саған ұнамаса да, түрі ұнамаса да, қылығы, жаңа тырнағын кемірді дедің. Ол нәрсесі ұнамаса да, ертең күні сендер бірге отырасыңдар бір ортада. Ол да біреудің баласы, ата-анасы ойлап қандай күйге түсіп отыр деп ойлайсың. Одан бөлек саған бұдан кейін келетін үміткерлердің барлығы сенің осы кейпіңді естеріне алатын болады. Мен соны айтқым келеді. Мына жерде ше пікірімді айтсам бола ма? Былай болып тұр да, мен танитын Оразғали келгелі бері осы жерде кәдімгідей нық пікір айтатын. Бір ойын сауық бірдеңкелерге қатысушылар бара жатса, жоқ мен ол жаққа бармаймын, жұмысыма барам деген сияқты жігітті. Қазір мен Гүлнұр екеуінің арасындағы әңгімені көріп, білмеймін, жаман болып отырмын. Шынымды айтсам, ертең 100 үміткер қабылдайтын болсаң, қандай халде боласың деймін да, тәрбиесіздігіңді, оқымағандығыңды көрсетіп отырсың. Керек емес, сыйла, құрметте. Мен көз алдыма келіп жатыр, осы жерде бір емес бірнеше рет гүл алып бергені, кездесуге шақырып, осындай ұйымдастыру жасағаны Оразғалидың босқа кетті ма деп ойлаймын да. Қазір мына жерде әдемі жай ғана, жоқ сен маған ұнамадың деп жай өзің еще мойындап та отырған жоқсың, тіпті атына айтқан қарсы сөздерің үшінде өзіңді кінәлі сезініп отқан жоқсың, кешірім сұрағың келмей отыр.